Ал енді бүгін біздің каналымыздың қонағымыз Халелхан деген кісі, өзі желтоқсан қаһарманы сол. Бір әңгімесі бар еді Қытай жайлы. Ал енді Халеке айтып берсеңіз. Бұл Қытайдың саясаты деген, бұл жұмысқы мысықтың саясаты сияқты. Әкелеріміз 28 жылдары Кампескеден қашып Қытайға барғанда, Қытайдың Дөрбөлжін деген қаласында тұрған екен. Сонда көрші қазақтың әйелі қайтыс болады. Әйелі жоқ үйде өздерің білесің, еркектер жиналады екен арасында. Содан шарап ішеді екен. Содан бір күні солардың арасында бір Қытай пайда болыпты. Қытай келіп, ана қазаққа күнде арақ алып береді, темекісін алып береді. Содан бір күні қазаққа Қытай айтады екен: мен сенің үйіңде қасыңда тұрайыншы, жалғыз едім деп. Ой, тұра бер, жақсы. Қытайдың ақшасы бар. Күнде ана қазекеңді масып қояды да, Қытай бір күні қазаққа айтты: мен ақыр сенікінде тұрып жатырмын, еркектер жиналып жатыр сенің үйіңде. Мен осы үйден самса сатайын. Ой, сата бер, жақсы болды. Алысқа бармаймыз. Содан Қытай самсасын жатады, шайын сатады. Күндердің күнінде қазаққа айтыпты: мен сенің есігің алдына бір үстел қойып қояйын да, енді көшеге сата берейін. Ой, сата бер, жақсы. Мен саған пәтер ақыңды төлеп тұрам. Содан ол Қытай есігінің алдына чатыр қойып ап, самсасын сатады. Күндердің күнінде қазаққа айтты: енді мына бір бөлмеңде түсің, сен бір бөлмеңді маған босатып бер. мен әйеліммен балаларыммен қосылдым, мен көшіп келіп алайын сен қасыңа. Ақыр пәтер ақыңды төлеп жатырмын ғой деп. Ой, ана қазекең тағы қуанып, бір бөлмесіне ана Қытайды бала шағасымен тұрғызады. Күндердің күнінде ол Қытай айтады: енді сенің үйің 4 бөлме ғой, енді менің тағы да пәтерді қаңғып жүрген туыстарым бар еді, оны да келіп алайық, қалған 3 бөлмеңе олар тұрсын деп. Одан тағы 3 семья көшіп келеді де, ана қазақ жалғыз. Күндердің күнінде ол қазақты апиынды шектіріп, және жергілікті сақшы дейді ғой, соған өткізіп жіберген. Артынан ол қазақтың бір туыстары келсе, сол қазақты жәнегі масайтып отырып, үйінің құжаттарына түгел қол қойдырып, үйді өзінің атына заңдастырып алған. Содан жәнегі қазағым аңқылдап жүріп, үйінен де айырылып қалды, жерінен де айырылып қалды. Бұл Қытайдың саясаты осылай. Қытай ақырындап жұмыс қыланып келеді. Баяғыда Ұлы Жібек жолы дегенде, сол Қытайдың жібегін сатып, Қытайдың матасын сатып, киімін сатып, арзан тамағын сатып, біздің жерімізге бұлар саудамен ғана кірген. Бұлар саудамен кәсіп жасау арқылы келеді де, көптігімен бізді соғыспай-ақ қалады бұлар. Сол жер сөйтейін деп отыр. Жерді де солай істейін деп жатыр. Міне, аренда қаламыз дейді. Олар біздің жергілікті кәсіпкерлермен, қожалықтармен келісетті алдымен айтады: сенің ұлан ғайыр жерің бар, менде техника бар. Техникасын әкеледі де, Қытайдың техникасын сендер тілін білмейсіңдер, адамдарымда келейін дейді. Сол адамымен, техникасымен әкеледі де, жердегі өнімнің жартысын алады. Одан біздікілер ақырында бағыса бастайды да, олар сол жердің өзін алады аяғында. Болды. Міне қазіргі Қытайландыру саясаты деген сол. Содан кейін біздің мемлекеттің міне банкілерді Қытайға сатады деген сыбыс шығып жатыр. Ол банкілер егер Қытайға кететін болса, ұлттық банкі кететін болса, мысал үшін, ұлттық банкіда кепілде тұрған үйлер мен жерлер автоматты түрде Қытайға өтіп кетеді. Осыны да ескерту керек. Әрбір елім жерім деген Қазақстанның азаматы осы ойды, осы пікірді назардан тыс қалдырмау керек. Жоғарғы орындардағы біздің биліктің басында отырған азаматтардың да, ақсақалдардың да ойланатын жайы: қазақтың жері ешкімге жалға да берілмеу керек, қазақтың жері сатылмау да керек. Иә, дұрыс. Рахмет, дұрыс. Осылай бір тамшы болып жиналады да басып алады дейсіз ғой. Солай болады. Иә, дұрыс. Рахмет сізге, Халеке, сол әңгіме үшін.